Қайырлы күн, сәлеметсіз бе? Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазалы аудандық ауруханасының ВОВ дәрігері Мөлдір Нұрадинқызы. Студиямызға қош келдіңіз. Сізге алғашқы қояр сұрағымыз, жалпы өз мамандығыңыз туралы айта өтсеңіз. Менің мамандығым туралы айтып кететін болсақ, ВОВ дәрігері деген үлкен адамдарды және балаларды да қарайтын мамандық. Болашақта қандай медициналық маман таңдаған дұрыс? Жалпы медицина саласындағы мамандықтардың барлығы қызықты, өте қиыншылығы да бар. Сонымен қатар біздің Қазақстан бойынша, дүние жүзі бойынша тыныс алу аурулары ең бірінші орында. Аса қауіптілігі жағынан және жиілігі жағынан. Сондықтан біздің Қазақстанға пульмонолог, аллерголог сияқты дәрігерлер қажет деп ойлаймын. Қазіргі таңда балалар пульмонологы бар ма? Қазіргі таңда біздің ауданымыз көлемінде пульмонолог мамандығы жоқ. Облыс бойынша облысқа және республикалық көлемде жолдаймыз. Облыстың өзінде де бірен-саран, бір-екі ғана маман бар. Және де жаңадан бастап жатқан медицина саласына қадам басып жатқан студенттерге айтар кеңесіңіз? Медицина саласын таңдау үшін ең бірінші аса жауапкершілік қажет, ұқыптылық қажет. Ол Алладан кейінгі адам өміріне жауапты адам болып табылады. Сондықтан барлық адам сізге сеніп отқаннан кейін өте сондай қиын мамандықтардың бірі. Қиыншылыққа төтеп білген адам ол медицина қызметкері бола алады деп айта аламын. Сізге қояр келесі соңғы сұрағым. Соңғы жылдары өкпе аурулары көп таралуының себебі не деп ойлайсыз? Соңғы жылдары өкпе ауруларының көп таралу себебі бірінші экологиялық аймақ болуымызға байланысты. Ол яғни Қызылорда облысы экологиялық аймаққа жатамыз, соған байланысты. Және көліктердің көп болуы, өндірістердің, заводтардың көп болуы, олардың барлығы қоршаған ортаға өзінің зиянды заттарын бөлу арқылы өкпе тыныс алу ауруларын жиі таралуға септігін тигізіп жатыр. Сонымен қоса қазіргі заманның дерті дейді ғой, балалардың жаңа вейп пайдалануы, мектеп жасындағы балалардың, үлкен кісілердің темекіні жиі пайдалануы, темекі шеккен адамның жанында отырған баласы өзінен екі есе көп зияндық келеді, ол да бар. Және тағамдардың тағамдардың құрамының дұрыс болмауынан, яғни фастфуд өнімдерін жейді қазіргі балалардың көбісі. Бүгінгі біздің қонағымыз Мөлдір Нұрадинқызына көп-көп рахмет айтамыз. Сізге алғысым шексіз. Осындай көптеген кеңестер бергеніңізге. Көрермендер, сіздермен қоштасамыз. Сау саламатты болыңыздар.